Мінекей бұл күнге де жеттік. Біз Паттайядамыз. Бұл жерді туристер жалпы бүкіл әлем үшін Таиландтың жер үйі деуге болады. Ел аузындағы әңгімелерге сүйенсек, бізді таңғажайып кездесулер мен ұмытылмас сәттер күтеді. Және бұл жерге келуіміздің себебі де айтуға тұрарлық. Отандастарымызбен танысу. Бұл қалада олардың аз емес екенін ескердік. Олардың бұл жерге қашан және неліктен келгенін анықтайтын боламыз. Сонымен бастайық. Сіздерді Таиландта көргеніме қуаныштымын. Паттайя көтеріңкі көңіл күйде жүретін жандардың қаласы. Взяли отпуск, в конце концов, отдохнуть самим. Демалыс алып, Таиландты көруге Паттайяға келдік. Баламыздың айтуынша бұл жерді көрген де, көрмеген де арманда. Ол маған, анашым сізге міндетті түрде келу керек деді. Ол бізді ақырында келуге көндірді. Сондай-ақ мен сіздерді бүгін достарыммен және Паттайяда өмір сүретін қазақтармен таныстырамын. Поначалу мне не понравилась Паттайя вообще. Басында Паттайя мүлдем ұнамаған еді. Маған бұл жердің ауа райы жақпады. Тағамдары да көңілден шықпады. Я живу в Таиланде. Таиландта өмір сүріп жатқаныма 4 жыл болды. Таиландты мен бірден жақсы көре алмадым. Уақыт керек болды. Бастапқыда мен өз үйімді, Қазақстанды қатты сағындым. Паттайя Таиландтың оңтүстік бөлігінде орналасқан ірі туристік орталыққа жатады. Ол Сиам шығанағының жағалауында жатыр. Айтпақшы, 1939 жылға дейін Таиланд Сиам деп аталған. Бұл атаумен әлемдегі көптеген терминдер байланысты. Сиамдық егіздер, сиамдық мысықтар деген секілді. Елдің атауы Тхай деген сөзден тұрады, яғни еркіндік дегенді білдіреді. Айта кетерлігі, Таиланд патшалыққа жатады. Әлемдегі аз ғана конституциялық монархиялардың бірі. Елді патша басқарады. Әлемнің ең ежелгі патшалық әулетінің бірі қазір тақта. Монархтың ресми лауазымы былай аталады: патша Пхумихон Адульядет, және оның ұлықтығы. Бірақ оны көбіне 9-шы Рама деп атайды. Патша тағына 1946 жылы отырған және ол әлі де елді басқаруда. Ол жер бетіндегі аман қалған монархтардың ішіндегі, сондай-ақ ең ұзақ билікте отырған патша саналады. Сам родился в Караганде. Мен Қарағандыда туылдым және бала кезімнен саяхаттағанды жақсы көремін. Неліктен мен Таиландты таңдап 8-9 мың шақырым алыс жерге кеттім. Себебі бұл жерде өте көп конфессиялар жиналған. Өте көп ұлттар бар. Африкандықтар, американдықтар, еуропалықтар өмір сүреді. Меніңше бұл өте жақсы. Таиландта өзіңді табуға болады. Өз басым өзімді таптым. Мен әлемді танудамын. Решение принял Арман сам. Арман шешімді өзі қабылдаған. Ол мені сонысымен таңғалдырды. Шынымды айтсам, мен әрине көшуіне қарсы болдым. Арманның бұл шешімі маған кішкене соққы бергендей болды. Мен бұл жерде көбіне ағылшын тілінде сөйлесемін. Тайлықтардың бәрі ағылшынша білмейді, бірақ көшелер мен сандарды түсіндіре алады. Қайда бару керектігін көрсете алады және тай тілінде де сәл-сәл сөйлей аламын. Бұл курортты қала бүкіл әлемге танымал. Айтпақшы, қаланың атауын дұрыс айту үшін я әрпін екпінге келтіру керек, яғни Паттайя. Қаланың атауы сөзбе-сөз былай түсіндіріледі: жауын шашын маусымындағы оңтүстік батыс желі. Қала өзінің әлемдік туристік орталыққа айналуын өткен ғасырдың 60-шы жылдарының басында бастаған. Енді туристік маусымның нағыз уақыты келгенде қала халқының саны 100 мыңнан жарты миллион адамға дейін ұлғаяды. Осыған байланысты тұрғылықты халықтың туристік кәсіппен айналысатыны таңғалдырмайды. Бұл жерде туристерге барлық жағдай жасалған. Бәрі қол жетімді және жақын орналасқан. Паттайя балық аулағанға керемет орын. Су шаңғысына да, параглайдингке де, су астында жүзуге және тағы басқа көптеген қызықтарға толы. Ең таңғалдыратыны, бұл жерде жер бетінің кез келген нүктесінде тұратын адамдарды кездестіруге болатындай сезімде жүресің. Арктикадан бастап Антарктидаға дейін. Тайлықтар баяу қозғалады, жайбасар. Оларда бәрі сабай-сабай, біздің асықпай-асықпай деген сөзіміз. Тайлықтар өте тату, жылы шырайлы халық. Неліктен Таиландты күлімсіреу елі деп атайды? Себебі олар жүзіңе күлімдеп қарайды. Олармен сөйлескенде бір ғанибет. Керек кезде олар көмектесе алады.
Очень хороший, я бы сказала. То есть... Халқы өте жақсы деп айтар едім. Мен олармен көп сөйлеспеймін, бірақ ылғи да амандық сұрайды. Негізінен ұрыспайтын халық. Олар сенің турист екеніңді білет, сенен қай жерден келгеніңді сұрастырады. Өз елің жайлы айтып бер дейді. Біздің отандастарымыз тек қана айтып бермей, көрсетіп, мысал келтіріп, бұл елге және қалаға неліктен келгенін түсіндіріп береміз деп шешті. Міне сондықтан бізге қаланың және қала сыртындағы белгілі орындарға барып қайту тұсынды. Ал бұл жерде шынымен де көретін дүниелер өте көп. Көздің жауын алатын шіркеулер, сәулет өнер ескерткіштері, бай табиғаты. Осы жердің сұлулығын біріктіретін белгілі орынға алтын Будданың тауы жатады. Бірегей тұңғиық сурет. Оны ресми түрде өте құнарлы және салтанатты деп атайды. Будда мен оның ұлықтығы керемет және данагөй. Тайлықтар үшін бұл қасиетті орын. Бұл әлем бойынша Будданың ең үлкен суреті, оның биіктігі 160 метр, ал ені 70 метр. Оны лазермен кескен. Кхаочи хан тауында орналасқан және ол жапырақ алтындармен әшекейленген. Енді бұл жер әлемдегі барлық буддашылардың тәубе ететін орны. Тайлықтарда тіпті аңыз бар. Суреттің дәл жүрегінде қасиетті буддалық реликт салынған және дәл сол жерде Будданың күші бар. Айтпақшы, осы ғажайып жобаға бүкіл әлемнен ақша бөлінген. Қарапайым адамдардан бастап мемлекеттік қазынаға дейін. Әрине, алыс елдерден келген туристер осы жердің сұлулығына тәнті болады. Біз тек қана сәулет ескерткіштермен ғана емес, адамдармен де таныстық. Очень рада, что сын здесь начал себя самостоятельно проявлять, не то что под родительским крылом, а проявляет... Баламның осы жерде өзін-өзі танытып жүргеніне қуаныштымын. Әке-шешесінің қамқорлығы жоқ жерде өз орнын таба білді. Бұл сапарда біз оның көшуінің мәнін түсіндік. Ол дұрыс шешім қабылдады деп санаймыз. Бірақ сағынамыз. Әрине, оның үйге оралғанын қалаймыз. Мен тұрақтаған соң және бұл жерде өмір сүруге болатынын білгеннен кейін өз отбасымды алып келдім. Олар келді және осы жерде қазіргі сәтте өмір сүріп жатқанымызға көңілдері толады. Мы столкнулись с такой проблемой, как сделать загранпаспорт для нашего... Бастапқыда біз баламыз үшін шетелдік құжатты қалай жасаймыз деген сұраққа қалдық. Мен осыған ұзақ уақыт күш кетеді, бұл үшін жүйкеміз жүдейді деп ойламадым. Оған әлі 3 жаста толмаған еді. Суретке түсіруіміз қиынға соқты. Себебі ол тыныш отыра алмайтын. Өте белсенді балақай. Бізде бәрі іске асты және бұл кезеңді де өткердік. Большое время я провожу на свежем... Уақытымның көп бөлігін таза ауада өткіземін. Аралдарға барамын. Менің ермегіме дайвинг пен снорпинг жатады. Достарыммен бірге уақыт өткіземін, қыдырамын. Таиланд кез келген дәм мен түске таңдау жасай отырып, көңіл көтерудің түрлі тәсілдерін ұсыналады. Балалар, мысалы, экзотикалық жануарларды өте жақсы көреді. Арман да отбасымен бірге әр апта сайын олармен кездесуге тырысады. Қаладан алыс емес жерде бірнеше қолтырауындар, жолбарыстар, пілдер және ұлулардың фермасы орналасқан. Ол жерде жануарлардың қатысуымен өтетін қойылымдар өтеді. Оның бірі пілдердікі болатын. Біз сол жерге кейіпкерлерімізбен бірге барамыз деп шештік. Пілдер Таиландтың таңбаларының біріне жатады. Оның суреттері барлық жерде кездеседі. Киімдерде, көліктерде, салпыншақтарда, тіпті ғимараттарда да. Әрине, қазір пілдер көбіне декорация секілді. Яғни туристің көз айымына айналған сахна көркі секілді. Ал жақында ғана бұл алып жануарлар тайлардың еңбек етуші көмекшілері болған. Дастархан – это самая немаловажная часть нашей нации, да? Это қазы, бауырсақ. Дастархан ұлтымыздың маңызды бөліктерінің бірі. Бұл қазы, бауырсақтар, шығыс тәттілері және ет. Арман осының бәрін бала кезден жақсы көреді. Бұл жерде оған жетіспейді. Ол хабарласқан кезде анашым қазыны сағындым дейді. Везли 2 чемодана. Біз осыған 2 чемодан осы тағамдарды алып келдік. Жеңіздер, мынау бұқтырылған, мынау жоқ, бұл шикі. Осы жерде не жоқ, соны алып келдік.
В Таиланде очень много экзотики. Таиландта экзотикалық жемістер өте көп. Олар мангустиндер, манго, айдахардың көзі, дуриан және тағы басқалар. Құрамдары өте пайдалы. Біз осыған көз жеткіздік. Жемістердің саны шексіз. Кез келген түрі бар. Олар барлық жерде және кез келген тұста өседі. Қолыңды соз да жұлып ал. Кез келген жерден салқындатылған ананас сатып алуға болады. Мөлшеріне сай тәтті және шырынды. Мүмкін бізді Тай асханасының осы элементтері таңғалдырған шығар. Бірден және бір татып көргеннен соңына дейін. Ананастарымен және мұзымен бірге қорапқа салынған мотоциклдерді барлық жерде кездестіруге болады. Қалада да және қаланың сыртындағы ешкім күтпеген жерден де көресіз. Передвигаются здесь на мотобайках в основном. Но также мотобайки здесь очень опасны, потому что они не соблюдают ПДД. Бұл жерде негізінен мотобайктар айдайды. Бірақ бұл өте қауіпті. Мопедтер жолда жүру ережелерін сақтамайды. Тайлықтар оңға да, солға да қарамайды. Түзу жүре береді, тіпті бұрылатын белгіні де қоспайды. Бірақ осыған қарамастан тайлықтарда жолда сыйластық деген бар. Негізінен Бангкокта. Егер де бізде қатты дабыл беретін болса, бұл жерде жоқ. Бұл жерде күту керексің. Әйтпесе, бұл оны сыйламағанға жатады. Егер жол жайлайтсақ, қозғалыс өте қарқынды және реті жоқ көрінеді. Бірақ жол апаттары бұл жерде сирек орын алады екен. Таиланд сол жақта қозғалатын аз ғана материкті елдердің біріне жатады. Аңыз бойынша, оған себеп болған Rolls-Royce автокөлігі. Оны Ұлыбританияның патшалық әулеті Таиландтың патшасына сыйлаған. Оның рөлі оң жақта болған. Автокөлікпен жүре келе, ол таңданғаны соншалық, көшелеріндегі қозғалыс сол жаққа өзгертілсін деген жарлық шығарған дейді. Буквально недавно заметила в себе такую вещь, что когда я приехала, я отворачивалась от всех этих прилавков. Жақында өзімнен мынадай дүниені байқадым. Мен алғаш келген кезде көптеген тамақ сататын және базарлардағы дүкендерге қарамайтынмын. Және мұрнымды жауып жанынан тезірек жүрейікші деп өтінетінмін. Осы жақында біз базарда болдық. Және мен ол жердегі тауарларға қызығушылықпен қарағанымды байқадым. Также есть очень... Бұл жерде өте көп мұхит тағамдары бар. Үлкен таңдау жасай аласың. Ас шаянынан бастап, акула, таңқы шаян, кальмарға дейін барлығы бар. Что-то там так похоже на что. Ол жерде дәмді бірдеңе бар. Сұрастыра бастадым да, дәмін көрейін деп шештім. Тайлықтардың аспаздыққа келгенде қиялының шегі болмайды. Тай асханасы әлемдегі ең ащы әрі ерекше болып саналады. Тай асханасының негізіне 5 дәмді үйлестіре білу тәтті, қышқыл, тұзды және ащы. Дәмі қандай болатынын анықтау қиынға соғады. Қышқыл ма, тәтті ме, кейде тұзды болады. Сонымен қатар әр тағам бірегей және азық-түлікке ғана байланысты емес, аспазшының мәнеріне де байланысты. Үйлестіру үшін түрлі қоспалар қосады. Таиландта тамақ істеуде қатаң белгілі бір ережелер жоқ. Ортақ тұстары ғана бар. Құрамдары, уақыты, тағамдарды ұсыну және қызмет көрсету тәсілі аспаздың қарауында болады. Бірақ Тай асханасының 3 негізгі компоненттері бар. Күріш, чили соусы және кокос сүті. Жергілікті тағамдардың базалық құрамына күріш жатады, ал тамақтану сөзі басқаша мағына береді. Ол күріш жеу дегенге келеді. Егер статистикаға сенетін болсақ, онда күн сайын Таиландтың әрбір тұрғыны жарты келіге жуық күріштен жейді. Тай аспаздарының мақтанышы сорпалар. Сорпаларды тайлықтар кез келген уақытта іше береді. Тайлықтар үйде тағам жасай бермейді. Кішігірім мейрамханаларда тамақтанғанды жөн санайды. Обнаружили, что в принципе питание... Біз олардың тамақтанулары жаман емес екенін анықтадық. Бұл жерде дұрыс тамақтануға болады, денсаулық үшін пайдалы. Тай асханасымен мұқият таныстық. Біздің отандастарымыз бізді Паттайяның мәдени көрнекті орындарымен таныстыруларын жалғастырды. Негізінен бізге ерекше өзен және оның жағалауында орналасқан саябақ кездесті. Бірақ бізді басқа нәрсе таңғалдырды. Өзеннің жағалауында Тай мәнерінде жасалған керемет шіркеулер болды. Бұл шіркеулер тарихи тұлғаларға арналған, ел басшыларына, ғалымдарға, әскери басшыларға немесе әулиелерге. Бұл жерде тыныштық орнаған. Бірақ бұл жер мұңға батырмайды. Керісінше көңілге жайбарақат сезім береді. Бұл жерде буддизмнің рухын сезіне аласың. Тыныштық,
уайымсыздық және сабырлық. Көбіне бұл туристік аймақтардан алыс орналасқан орын болғанына байланысты. И со временем я наблюдала над своим ребенком и видела, как ему нравится. Уақыт өте келе мен өзімнің баламды бақылап жүрдім, және оған бұл жердің қалай ұнайтынын көрдім. Ол өзін бұл жерде жайлы сезінетінін аңғардым. Купание, то есть мы в любой момент, в любое время, несмотря вообще... Оған осы ауа райы ұнайды, және суға түскеннен жалықпайды. Кез келген сәтте, кез келген уақытта, күнге де, ауа райына да қарамай, біз жағажайға барып шомыла аламыз. Аралға баруға болады. Могли позволить, да? И я стала присматриваться понемногу к этой... Мен мұны арманнан да байқадым. Ол жақсы жаққа өзгере бастады. Бұл жерде ол өзін дамыта отырып, жайлы сезінеді. Оған бұл ұнайды. Ол өзінің ортасын тапқандай. Бәрі оны қызықтырады. Чувствует себя комфортно, ему это нравится. Он как в своей среде, вот его все вдохновляет. Мен ойлағам, егер бұл жер бастысы менің балама және жұбайыма ұнаса болғаны деп. Алмаған да ұнау керек. Мен оны қаласам да, қаламасам да. Хочу я этого или не хочу. Купались, шаковали. Здесь очень тепло. Бұл жерде өте ыстық, күн ашық, теңіз құм бар. Синий василек, солнечные зайцы. Көк жүгері гүлдер, күн қояндары, таза жылғалар. Ыстық нанның иісі, әкем, анам және мен туған ғаламдағы түрлі түсті кемпір қосақ. Сүйікті Қазақстаным, көк байрағым, отаным. Своими земляками. Жерлестеріммен жиі кездесе бермейміз. Бірақ біз байланысымызды ешқашан үзбейміз. Жаңалықтарды айтып жүреміз. Егер біреуде бір мәселе орын алса, біз бір-бірімізге көмектесуге тырысамыз. Біздің отандастарымызбен өткен ортақ кездесуіміз Паттайяның көптеген жағажайларының бірінде өтті. Ал былайша айтқанда, осы жерде болмаса қай жерде суға шомылып, қыздырынып, мұхиттың шуымен медитация жасап, көлеңкеде жатып, мызғып аласың. Сұлу және күлімсіреген, шынайы қуанған жақындарыңның жүзін көрген өте керемет әсер қалдырады. Туған тіл, балалардың күлкісі және әңгімелер. Магистральды тематика әрине Қазақстан болды. Сөзсіз кейіпкерлер бізге жақсы көңіл күй сыйлады, және бұл ұмытылмас сәттерге толы күндер болды. Сыйлықтарды бізге ғана берген жоқ. Біз де ынтамен дайындалғанбыз және Қазақстаннан дәстүрлі сыйлықтарымызды ала келдік. Оны біз үлкен қуанышпен ағайындарымызға тарту етеміз. Осы бір отанымыздың кішкентай бөліктері біздің отандастарымызды қуантып, жылы естеліктер қалдырады. Қайта керісінше, осы бір ыстықта біздің даланың салқын желі жетпей тұрау дейсің. Мы познакомились со своими соседями. Біз осы жерде өмір сүретін және жұмыс істейтін Қазақстаннан және Ресейден келген өзіміздің отандастарымызбен, ұлымыздың достарымен таныстық. Біз оның осындай достары бар болғанына қатты қуанамыз. Мінекей, біздің сапарымыз аяқталды. Үйге қайту керек. Таиланд және Паттайя біздің көңілімізден шықты, тіпті одан да асты десе болады. Іздеп барған отандастарымыз да қатты қуанды. Біз осы сапардан не алып қайтамыз?
Шын мәнінде сенің қай жақта тұрып жатқаның маңызды емес. Маңыздысы, сен өзіңді қалай сезінесің. Біз сансыз тағамдардың дәмін таттық, жеміс-жидекке және олардың шырынына да тойдық. Керемет көріністерді тамашаладық. Сәулет ескерткіштерін және Таиландтың шынайы өмірінде көрдік. Алайда ыстыққа үйрене алмадық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, құрметті телекөрермендер.